Негізінде мен көрген видеолардың бәрінде осындай нәрсенің бәрі жаман аяқталады. Бірақ мен бекерге қорыққан сияқтымын. Упс, менің кінәм. Дәл осы күні. Зомби, өтіне біреу көмектесіңдер. Ақыры қорқыттым-ау. Түрінде көрсем ғой қорқып кеткен. Сондай күлкілі. Міне қызық. Мұны көлем не үшін бізге қарай жүгіріп келе жатыр? Бір түрлі. Жай ғана ой, бірақ бетіндегі масканы қалдыру жақсы ой емес сияқты. Иә дейм, әрине. Егер де мені қорқытқың келсе, армандапсың. О, жоқ. Сау бол. Бұлзай ғана Мынау не? Ау, бұл кирка. Сен оны тастар жинауға қолдана аласың. Бірақ сәті түссе, алмаздар. Бірақ абай бол, ешқашан астына... Стив, тоқта. Сен Майнкрафттың бірінші ережесін ұмытып кеттің. Солай ма? Қандай ереже ол? Ешқашан астына... Қазба. Ойбай! Оу, жоқ, тек тағы да емес. Қазір Алекс өзінше болып саған айттым ғой деп тұрады, қазір қараңдар. Айттым ғой. Иә, сен күштісің. Осымен бітті. Оу, Алекс, жарайсың. Мен саған сенгенмін. Нені аяқтадың? Мен порталды аяқтадым. Егер де сен мына порталдың ар жағына аттасаң, басқа өмірден шығасың. Шынымен ба? Менің айтқым келгені. Бірінші менің кіріп келейін ішіне. Өйткені мынандай естігенде кәдімгідей ішіне кіріп кеткім келіп тұрады екен, сондықтан, тексеріп келейін да. Стив, саған шынымен де бұны істеудің қажеті жоқ. Мені қорқытпай қой, Алекс. Мен ешкімнен қорқытпаймын. Жоқ, рахмет, мен бармаймын. Жоқ, рахмет, көндірмей-ақ қоймай сөрі, сенге дұрыс болған екен. Соған қарағанда мына портал тұзыққа апаратын сияқты. Арғы жағында не бар екен? Сюрприз! Саған ұнады деген ойдамын. Сондықтан лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сосын әрине Айсан екеуміздің арамызға тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет достар, қарағандарыңызға.